Кекс пісірейін десем, қалыбым жоқ деп шағымданып жүрген ханымдар, бұл кекс сіздер үшін пиалада дайындаймыз. Пиалаңыз сынбайды, астына жабыспайды. 250 грамм айранға 1,5 чайный ложка разрыхлительді салып, араластырып, бір бұрышқа қойып қоямыз. Басқа бір ыдысымызға 3 жұмыртқаны жарып, үстіне 200 грамм шекерді салып араластыратын боламыз. Шекеріңіз ірі болса, миксермен араластырғандарыңыз жөн, өйткені піскен кезде іртік-іртік болып қалып келуі мүмкін. Міне, енді жаңағы екі массаны бір-біріне қосып араластырып алатын боламыз. Бір келкі болғанша араластырамыз. Айран әдемі болып көпіріп шыққан, үстіне електен өткізілген 380-400 грамм арасындағы ұнды қосатын боламыз. Әркімнің ұны әртүрлі, сондықтан қатты қоюланып кетпесін. Ең соңында үстіне 125 грамм сұйық май, яғни ақ май құятын боламыз, қыздар. Жақсылап араластырамыз, біздің қамырымыз дайын. Енді қарапайым шай ішетін пиалайды алып, астын майлап шығамыз да, үстіне осылай кексті 2 ас қасықтан жартыдан сәл асырып салып шығамыз да, бетіне осындай малина салдым, 180 градуста 40-45 минут пісіріп аламыз.